Бұл өмірде егер кез келген істі жасайын десеңіздер, әсіресе кәсіп істен жасайын десеңіздер, сіздер ең маңызды бірінші сұраққа жауап беруіңіз керек. Бірінші маңызды сұрақ ол: мен бақыт жолын қуам ба, жоқ жетістік жолын қуам ба? Осы бір үлкен сұрақ. Өйткені мына аудиторияны мен сұрасам мысалы, сіздер бұл өмірде қандай не болғыларың келеді деп сұрасам, сіздердің 100% бақытты болғыңыз келеді деп айтады. Енді бақытсыз болам деген адам бар ма осы залда? Жоқ сияқты, иә? Бәрі 100% адам бақытты болғысы келеді. Бірақ аудиториядан шыққаннан кейін осы аудиторияның 99% жетістік жолын қуып кетеді. Бұл мен мынандай теңеу келтіремін да, егер сен аңға шығып үйрек атам десең, үйрекке шығып, сосын жолай көрген қояндарды ата берсең, сен қоржыныңда үйрек қайдан пайда болады? Ол әртүрлі үдеріс қой. Сондықтан бақыт жолы бөлек, жетістік жолы бөлек. Мен қазір ары қарай өзімнің дәрісімді көрсетем. Негізі бақытты адам автоматтық түрде жетістікке жеткен адаммен теңеледі. Жетістікке жеткен адамдардың көбін мен көрдім, олар бақытқа жеткен жоқ. Өйткені жетістікке жету бір бөлек, бақытқа жету екі бөлек. Жетістікке ұмтылған адам нәтижеге ұмтылады, ал бақытқа ұмтылған адам ол үдерісті, процесті кемеліне жеткізгенше дұрыстауға тырысады. Осы екі өте маңызды айырмашылық. Жетістікке жетем адам ол результатқа ұмтылады. Бақытқа жетем деген адам ол процестің сапасына қарайды. Екінші, жетістікке ұмтылам деген адам ол үдерістен рахаттанбайды. Ал бақытқа ұмтылған адам үдеріс оған үлкен рахат сезімін сыйлайды. Үшіншіден, жетістікке ұмтылған адам оған энергия, уақыт, ресурс, ақша жетіспейді. Әрдайым не ақша іздеп жүреді, не инвестиция іздеп жүреді, не уәждеме, ынта іздеп жүреді, әйтеуір бірдеңе жетіспей жүреді. Ол бір уақытта барынша көп шаруа тындыруға тырысады. Менен көп, мысалы, жастар сұрайды: Мардан аға, осы сіз тайм менеджмент деген ғылым бар ғой, ғылым, соны қалай қолданасыз дейді. Мен айтам, ол жерде де менің айырмашылығым басқалардан мынада. Көп адамдар, мына жетістікке жетем деген адамдар, ол аз уақыт мерзімінің ішінде көп жұмыс істегісі келеді. Сондықтан аз уақытқа көп жұмысты тығып жергісі келеді. Ал менің тайм менеджментім, ол маған неғұрлым көп бос уақытты алып келу. Ол өйткені әртүрлі мына сұрақтан басталады бәрі, жаңағы жетістік па, жоқ бақыт па. Ал енді мына жетістікке ұмтылған адам, ол асығады. Ол бүгінгі күнді байқамайды, ылғи ертеңгі күнмен өмір сүреді. Мынаны істеп алайыншы, сосын бәрі болады. Мынаны істеп алайын, сосын мәшіне аламын. Мынаны істеп алайын, сосын бұлай болады. Осы мына екі адымды істейін, осы саттан өткеннен кейін мынандай деңгейге жетем, сосын бақытты болам, сосын қуанышты болам, сосын бәрі, сосын бүгін емес, қазір емес, ертең, сосын кешке, бір жылдан кейін оның туған туысқандары өзді бәрі шыдап жүреді. Ал егер сен сосынға қалдырып отырсаң ертеңге, онда бүгінгі нақты осы шақты сен байқамайсың. Ал егер, мені қараңызшы, денеңіз осы шақта болса, барлық ой өрісіңіз ертеңде болса, біз айтамыз ғой, адамның ақылы кірді деп. Сол ақылы кірген жасынан бастап адам өзінің өмірін еске түсіре алады. Сол егер адамның ақылы ой өрісі ертеңде болса, ертең әлі келген жоқ, онда сіз өлі адаммен бірдейсіз. Денеңіз қазір осы шақта тұр, ой өрісіңіз, ақылыңыз ертеңде тұр. Сонда бүгінгі күнді көп уақыт өткеннен кейін сіз есіңізге түсіре алмайсыз. Бұл күнде не болды, қалай болды, есіңізге түспейді. Ол өйткені есіңізде қалмайды да, өйткені бұл осы шақта сіз өмір сүрген жоқсыз. Сосын оның болжамдары әрдайым көтеріңкі келеді. Бұл адам жетістікті қуғанда
өзіне бір жоспар құрады. Жоспар құрғаннан кейін бір белгілі жетістіктерді, ортасында тұрған жетістіктер бар. Соны қояды да, сосын күтеді, болжам жасайды. Шіркін, мынаны мысалы $100,000 тапсам екен, өзінің жоспары бойынша мысалы $80,000, бірақ ішінен ойлайды, шіркін ай, 80,000 емес, 100,000 тапсам тіпті тамаша болар еді, тіпті бақытты болып кетем, тіпті жақсы болар еді деп, ылғи сондай болжам жасайды. Сосын нәтижеге ұмтылған адам, міне көп адамдар осында ислам дінінде жүр ғой, 5 уақыт намазын оқытып. Олар өзінің үмітін Аллаға жүктемейді. Олар ойлайды, ей шіркін, анаған жетсем екен, мынаған жетсем, ертеңгі мен сол болжаммен жүреді. Ол Алланың қолында. Сен қанша болжасаң да, қанша жоспарласаң да, бір орысша мынандай не бар ғой, ақиқат. Егер Алла не құдайың саған күлсін десең, сен жоспарыңды оған жарияла дейді. Если ты хочешь, чтобы Бог посмеялся над тобой, говорит, объяви ему о своих планах. Ал енді бақытқа ұмтылған адам. Бақытқа ұмтылған адамның энергиясы, уақыты, ресурсы бәрі жеткілікті. Бұл жерде былай да елестетуге болады. Жетістікке ұмтылған адам жүгіру керек. Жай жүгіріс емес, күннен күнге одан сайын қаттырақ жүгіріп отыру керек. Ал бақытқа ұмтылған адам тоқтау керек. Осы екі адамның үдерісі мүлдем әртүрлі. Жетістікке жетем деген адам жүгіру керек, бақытқа жетем деген адам тоқтау керек. Адам тоқтағаннан кейін оған өзінің ресурстары, өзінің қаражаты, өзінің айналасы, өзінің істеп жатқан бизнесі бәрі жеткілікті. Бақытты адам бақытты болып сезіну үшін оған дәулет, үлкен дәулет, байлық керек жоқ. Ол қанағатшылдық. Мен бүгін айтатын нәрселердің көбісі исламға өте сәйкес келеді. Мен өзім бір исламды керемет жақсы көретін себебінің бірі, бұл дүниеде, бұл жалған дүниеде ислам діні бақытты өмір сүрудің ең оңай жолы.